сол жолмен жүріп келе жатқан жастарға үлкен бір сабақ. Сондықтан да үлкенді тыңдасаңыздар еш уақытта жаман болмайсыздар. Сондықтан да жастар ұрпақтарына алтын сырға үлкен бір ас беріп, қандай жақсы нәрсе істеп жатса, сіздер үшін істеп жатыр барлық нәрсе. Соны түсіну керек. Кейбір адамдар ойлайды, біздің ұжым коллектив, ақша жинай береді дейді, кейбір адамдар бар олай. Негізі, осы ұжымға берген садақа негізі, жай садақа бергенмен қарағанда абзалырақ, өйткені үлкен қиынды, күнде мысалы өздеріңіз семьяларыңызға жұмсауларыңыз керек, басқа нәрсеге жұмсауларыңыз керек. Бірақ коллектив үлкен бір ас берген кезде, үлкен ұжым болып наурыз берген кезде, ол сіздер үшін жасалатын нәрсе. Соны түсіну керек халық. Дұрыс Аллаға бәрін қолдап, бір-біріне берекет болса, ол ұжымда Алла Тағаланың көп бір берекет болады. Сол берекеттен айырмай, өсіп өркендеп. Құран хатын оқылған жерде Құран хатының негізгі ақысы бар деп айтады. Ол ақысы не десе, ол Аллаға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни біраз уағыз айту деген мағынаны білдіреді екен. Сондықтан құрметті жамағат, осы Құран хатын дастарханының бір ақысын төлесек, сол бойынша бір уағыз айтсақ, иншалла Алла Тағала ниеттерімізді қабыл етсін. Енді бүгін қасиетті жұма, осы күндердің ең ұлы сұлтанды күні, ең қасиетті бұл қасиетті жұма күні. Алла Тағала осы қасиетті жұмада, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиетінде айтады ғой, Алла Тағала осы қасиетті жұмада бір сағатты жасырып қойды дейді. Қандай да бір пенденің осы жасырып қойған сағатта дұғасы сәйкес келетін болса, Алла Тағала өлшеусіз әлбетте сол сұраған нәрсесін бере қояды дейді. Ол осы дүнияви нәрсе болсын, я болмаса ақиреттік сұрау болсын, Алла Тағала әлбетте осы сағатқа дәл келетін болса, Алла Тағала оның дұғасын қабыл етіп келеді. Бұл қасиетті жұма күндерінің бұрынғы кезде бабаларымызға өте құрмет тұтқан. Қазіргі уақытта бәріміз білеміз ғой, сол технологияның дамыған заманы, интернеттің дамыған заманы, интернет ашылған болса, біз қазақпыз, біз мұсылман емес, әнші боламыз деп айғайлап отыр. Бір адамдар, бұл адамдар араб тілін меңгеріп отыр деп айғайлап жатыр. Бірақ та бабаларымыз осы мұсылманшылық жолмен жүріп өткен, және бұл құдайларын естіген. Яғни қазақ болу деген нәрсе Құранның нәсілінде Алла Тағала Худжрат сүресінде айтады. Худжрат деген сөз бар, яғни бөлмелер деген мағына. Сол бөлмелер деген сөзді Алла Тағала айтады. Біз адам баласын, сендерді бір-бірлерді тануларың үшін әртүрлі ұлттарға жараттық дейді. Яғни Алланың қалауы адам өміріне қазақ болып келе ме, ол тағдыр сол қазақ болып өтеміз бәріміз иншалла. Басқа өкілдер болса да бір-бірін келісуге, яғни бір-бірін жамандауға негізі дұрыс нәрсе деп есептелмейді. Бірақ та олшылдықты бетперде қылып алып, Құдайға қарсы шығу деген нәрсе, бұл қағида жоқ. Құрметті жамағат, ол да бір енді болған жағдайлармен айту деген нәрсе, оны айтып жатырмыз. Дегенмен де бір ғана Абылай хан бабамыздың кеңесшісі болды ғой. Абылай хан бабамыздың қасында кеңесшісі ол кім? Бұхар жырау бабамыз болды ғой. Және де сол шындықты тікелей айтатын осы Бұхар жырау бабамыздың кейінгі ұрпақтарға өсиет атты өлең жолдар бар еді, қысқаша айтып кетейін. Сол өсиет деген өлеңде Бұхар жырау бабамыз айтады ғой. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, әзәзіл насыр залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза қалмасқа дейді. Осы өлең жолдарынан көретін болсақ, бабаларымыз намазға шақырып еді.
Қазір заман бір өзгеріп жатқан себеп қой. Қазір намаз десе адамдар қошын болды, адамдар қорқатын болды. Бірақ та бабаларымыз азанға, намазға шақырған екен. Тіпті ежелгі бабаларымыздың сөздері бар ғой. Азанды бол, қазанды бол деген сөз. Бұл сөз қайдан шыққан? Кейбір адамдар айтады ғой, қазан күндерінде еш болмаған, азан айтылмаған, намаз оқымаған. Бірақ бұл сөзге қарайтын болсақ, азанды бол, қазанды бол дейді. Сонау көне ежелгі бабаларымыздың сөзі екен. Әрине, Алла Тағала әрбір адам баласына осы өмірде бізге өлшем берді. Әр адамның өзінің тағдыры бар, әр адамның өзінің жазуы бар. Біз Алланың берген бұл өмір сүріп өтеміз. Маңдайымызға жазған жасымыз өтеміз әлбетте. Бірақ та біз осы Алланың жолынан түссек те, Алланың жолынан түспесек те, Аллаға сенсек те, Аллаға сенбесек те, Аллаға қарсы келсек те, қарсы келмесек те, соны түбі баратынымыз Алланың алды. Қазақ айтады ғой, бұл өмір қамшының сабындай қысқарған өмір. Бірақ та Құраннан қарайтын болсақ, ол Құранның өз негізгі мағыналары, аудармалар бар, құрметті жамағат. Сонда Құранның ең алғашқы осы аяттардың біріне келеді ғой. Уағбудуллаха ва ла тушрику биһи шайъан. Аллах Тағалаға еш нәрсені серік етпей, Аллаға құлшылық жасаңдар. Аллаға құлшылық жасаңдар деп келеді. Және де осы бұйрық райында келетін аяттар Аллаға еш нәрсені серік келтірмей, сендім, мен жүрегім таза деп Аллаға сенгеннен кейін, екінші орында бұл Аллаға құлшылық ибадат тұрады. Абай атамыз айтпақшы, ақылдыға иман парыз, имандаға ибадат парыз демекші. Үшінші орындағы келетін бұйрық райларда бұл ата-анаға жақсылық жасау, жақын көршіге жақсылық жасау, алыс тұратын көршіге жақсылық жасау, еті жақын ағайын туысқа жақсылық жасау. Соның ішінде ең үлкені бұл ата-анамызға жақсылық жасау. Бұл ата-анамыздың алдындағы тірі күнде істелетін амалдарымызды есептеледі. Әлбетте, Алла Тағаланың бұл құрамы біз осыны осы жерде бүгін осы ұжымдармен қазір бастап отырмыз осы жерде. Осыны Құран хатым оқып отырмыз, аруақтарды еске алып отырмыз. Бірақ біздің егер сол аруақтар бұл өмірден мүлдем жоқ болып кететін болса, оны біз оқыған Құранымыздан пайда бермес еді. Бірақ дегенмен ол дүниеде айтамыз ғой, барзақ әлеміне қойып, ол кісілердің рухы сол жерде өзінің ұрпақтарынан, жақындарынан бізден Құран оқып кетіп отыр. Енді бүгін иншалла аттар аталған аруақтарға Алла Тағала осы сауабын жеткізіп, қазақша айтқанда бір аулақ қылсын деп айтады ғой. Сол сияқты аруақтар риза болсын Алла Тағала. Енді сіздерге барлықтарыңызға осы қадамдарыңызға сауаптар жазып, жақсылықтар тілеймін. Осыны мұжараларымыздың рейс басшылықтарынан Алла разы болсын. Былтырда да осындай жақсы өте көп сауапты іс-шараны былтыр бастап еді. Ол әрине бұрындары иманшылық жөнінде иман бар адам ғана істелетін жұмыс. Бұл енді тек қана мақтау емес, өзінің қалай көреміз, солай айтамыз. Бұл әрине Аллаға жақындаудың бір үлкен амалы деп есептеледі. Сондықтан осы басшылықтарына Алла разы болсын. Осыны барлықтарыңызға қолайлықтарыңыздың ектемесін Алла Тағала. Келесі жылда осы жақсылықта тойларды дастарханда барсаңыз әрдайым болсын, Алла Тағала нәсіп етсін. Бала-шағаларыңыз қызын көріп, тіл өз қаржағаларын дұшпаннан Алла сақтасын. Енді барлық жақсылықты сіздерге тілеймін. Қасиетті жұманың уақытыңыз қабыл болсын. Рахмет, назарыңызға Алла разы болсын. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Құрметті жамағат, ең біріншіден осы қасиетті жұма күні уағызгерлерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Бүгінгі күнде көріп тұрғанымыздай осы Ожар ауданымыздың осы РЭС қызметкерлері осы бастамасымен өздеріңіз аруақтарды еске алып, қасиетті жұмада осы Құранды оқып қаласыздар. Алла Тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Қазақта айтады ғой, өлерде болмай тірі байымайды дейді. Мына өмірден өткен әріптестерді еске алып, өздеріңіздің ата-бабаларыңызды, туған-туыстарыңызды, марқұмдарды еске алып, ақ-дастархандарыңызды жайып, бір бас қосып, Алланың кәлемі Құранды оқып қаласыздар. Алла Тағала ниеттеріңізді қабыл етсін.
Бұл да бір берекенің имандылықтың бір белгісі. Осы Рамазан айының мешітте бас қосып, қасиетті жұманы құрмет тұтып, Құран оқу деген бұл үлкен аманат. Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етіп, деніңізді сау болып, жұмыстарыңызды берекелі етіп, әр уақытта осындай өзара сыйластықтарыңызды, берекеліліктеріңізді арттыра берсін. Алла қабыл етсін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن Жаратушы Алла, Раббымыз Аллах Тағала осы бүгінгі қасиетті жұма күні осы дастархан оқылған Құран хатымды мал сауаптарына бағыштаймыз. Талоев Нину, Досбаев Харшар, Раис Тухан, Қыдырбекова Зухра, Рамазан Парижан, Абраим Мамар, Раис Маурит, Бик Бахтан, Ишебаев Хармода, Николас Болат, Алкалимов Мурат, Ишбаев Азиз, Исмаилов Йока, Мухаммадиев Мурат, Ахмеджанов Джеймс, Мадиев Токен, Мадиев Батырбек, Нургазин Рубин, Хамзанов Шаган, Узабеков Нурахмет, Алтабеков Леккес, Алиханов Еркін, Туратаев Хырхан, Замиев Амантай, Қаратаев Аманжол, Сарбиев Серказы, Сарбиев Қуаныш. Әмин. Осы жоғарыда аттары аталмаған марқұмдарға арнайы бағыштаймыз. Алланың рахметінде, пайғамбарымыз шапағатында болып, оқылған осы Құранымыздың Аллах Тағала сауабын жеткізіп, қабірлерін кейін Құранмен ұрландырбайсың, бұл өмірде біліп білмесең қателіктерін кешіріп өз рахметін алайсың. Қияметтің күні пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның зор шапағатын алатын мүмин мұсылмандардың қатарына қала білуді. Оқылған Аллах Тағала осы Құран хатымды уәкілеттерімізді қабыл етіп, осы Құран хатым беріп, дастархан жайылған осы жамағатқа Аллах Тағала еңбектеріне, жұмыстарына, кәсіптеріне Аллах Тағала берекелік беріп, осындай берекелікте әрдайым жақсылықта жүрулерін нәсіп еткейсін, Раббанам Карим. Аллах Тағала отбасыларына аман дендеріне сауап бергейсін, Раббанам Карим. Осы қасиетті жұмада оқыған уәкілеттерін қабыл етіп көріп. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم رحمتك يا مرحمتك. Tabii ne olacak? Allah. Var tamam. Ama stok verirsin o zaman. Tamam.
Görüşürüz. Pardon.